Баршаңызға сәлем. Бүгін 2-ші сынып қазақ тілі 1-ші сабақ. Тіл және сөйлеу дегеніміз не? Бұл тақырыптан сөйлеу туралы білетініңізді еске түсіреміз. Және де мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріп үйренеміз. 1-ші жаттығу. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Сөйлеу ерекше құбылыс. Ол адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін қажет. Адамдар тіл арқылы бір-бірін түсінеді, білмегенін сұрайды, кеңеседі. Енді төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Сөйлеу не үшін қажет? Сөйлеу адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін қажет. Тіл арқылы адамдар не істейді? Тіл арқылы адамдар бір-бірін түсінеді, білмегенін сұрайды және кеңеседі. Енді мәтін бойынша алғашқы 2 сөйлемді дәптерге көшіріп жазамыз. Және де ол сөйлемдерде қанша сөз барын ауызша айтамыз. Сөйлеу сұрақ, жауап және әңгімелеуден тұрады. 2-ші жаттығу. Суреттерге қарап әңгімелейміз. 1-ші суретте атасы мен немересі сабақ оқып жатыр. 2-ші суретте анасы мен баласы ойыншықтар дүкенінен ойыншықтар қарап жатыр. 3-ші суретте кішкентай қыз мысықпен ойнап отыр. Енді осы суреттер бойынша сұрақтарға жауап берейік. Адамдардың қайсысы ауызша, қайсысы жазбаша сөйлеуді қолданып тұр? 1-ші суретте атасы ауызша, немересі жазбаша сөйлеуді қолданып тұр. 2-ші және 3-ші суреттерде ауызша сөйлеуді қолданып тұр. Қарым-қатынас жасау үшін қимыл мен ымның көмегі бар ма? Әрине, қарым-қатынас жасауда қимыл мен ымның көмегі орасан зор. Сол арқылы адам ойын іс-қимыл арқылы білдіре алады. Келесі сұрақ. Жан-жануарлар сөйлей ме? Жауабы жоқ, жан-жануарлар сөйлей алмайды. Келесі тапсырма. Төмендегі сөйлемдер суреттердің атауы бола алады ма? Оқу мен жазу егіз. Ым мен қимыл түсінісу құралы. Мысық неге мияулады? Бұл жерде 3 суретке де оқу мен жазу егіз деген тақырып сай келеді. Келесі тапсырма. 3-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жазамыз. Сөйлеу адамға ғана тән. Жан-жануарлар сөйлей алмайды. Олар тек дыбыс шығарады. Біздің сөйлеуіміз сөйлемдерден тұрады. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемнің 1-ші сөзі әрдайым бас әріппен жазылады. Енді шығармашылық үзіліс. 4-ші жаттығу. Тәжірибе жаса. Басыңды партаға қойып, көзіңді жұм. Өзіңді аспан әлемінде ұшып жүрмін деп елестет. Көзіңді ашып, не көргеніңді парталасыңа айтып бер. Тәжірибе барысында ойыңды сөйлеу арқылы жеткізгеніңді түсіндің.